Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрдайым дұға қылған кезде, ей Раббым, қарыздың мені қысуынан сақта деп дұға қылатын. Сонда қасында отырған сахабалар сұрайтын, ей Алланың елшісі, сіз әрдайым дұға қылған кезде қарыздың қысуынан сақта деп не үшін айтасыз деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, біреуден қарыз алатын болсаң, сенің сылтауың көбейеді, ал сылтауы көбейген адамның өтірігі көбейеді дейді. Қараңыз, адамның өтірікші болуына біреуге қарыз болып, соны созып жүргені жеткілікті болады екен. Ал Бұхариде келген хадисте айтады, өтірік ол жамандыққа бастайды, ал жамандық болатын болса, ол тозаққа бастайды дейді. Сондықтан да адам баласы өлген кезде дүниесінен бала шағасынан сұралынбайды. Адам баласы өлген кезде жаназасынан бұның қарызы бар ма еді, жоқ па еді деп тек қана қарызынан сұралынады. Құрметті мұсылман бауырлар, қарыз адамның өтірікші болып кетуіне мүмкіншілігі көп екен, қарыз адамның тозаққа кетіп қалуына да мүмкіншілігі көп екен. Сондықтан да біреуден қарыз алған болатын болсақ, оны ертерек иесіне қайтаруға тырысайық иншалла.